Сәлем достарым! Бүгін мен өзекті тақырып ұлттық қор балаларға жобасы аясында eGov Mobile мобильді қосымшасында балалардың деректерін көрсетілу туралы айтамын. Қазақстандық әр бала ұлттық қордан төлем алады. Бүгінгі күні eGov Mobile мобильді қосымшасында деректер базасында тіркелген барлық балалар көрсетіледі. Бірақ кейбір ата-аналардың цифрлық құжаттар бөлімінде балалар көрінбейтін немесе қате көрсетілетін жағдайларда кездесіп жатады. Бұл олардың төлем алмайтындығын білдірмейді. Тек цифрлық құжаттарда ата-ана мен баланың арасында қарым-қатынастардың анықталмағанын білдіреді. Оны түзету үшін не істеу қажет? Цифрлық құжаттарда ата-ана мен бала арасында қарым-қатынастарды орнату үшін eGov Mobile қосымшасының соңғы нұсқаға дейін жаңарту қажет. Одан кейін отбасы бөлімінде цифрлық құжаттарда баланы қосу батырмасы болады. Баланы қосу батырмасын басқан соң балалар туралы ақпаратты жаңарту қызметі ашылады. Онда барлық қажетті жолдарды толтыру қажет. Туу туралы куәлікті тіркеп және өтінішке қол қою қажет. Өтінішті жібергеннен кейін 2-ден 5 жұмыс күнге дейін күту қажет. Өтінішті АХ қызметкерлері өңдейді. Аяқталғаннан кейін сізге хабарлама келеді. Өтінішті өңдегеннен кейін балаларыңыз цифрлық құжаттардағы отбасы тізімінде пайда болады. eGovтың жұмысына қатысты қосымша сұрақтарыңыз туындаса, 1414 нөмірі бойынша хабарласа аласыз. Баршаңызға сәттілік тілейміз.